Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Айгүл. Бүгін сіздермен осындай дәмді, керемет асқабақ қосылған қуырдақ жасап үйренеміз. Ендеше кеттік. Қуырдақ жасау үшін бізге ет, қабыртқа, омыртқа, болгар бұрышы, пияз, картоп, асқабақ және қызанақ қажет. Солардың барлығын турап аламыз ең алдымен. Ең алдымен пиязымызды турап аламыз. Болгар бұрышын ірі көлемде тураймыз. Видеода көрсетілгендей. Картопты тураймыз. Ірі болғандықтан бірнеше бөліктерге бөлеміз. Асқабақты алып, ең бірінші төртке бөліп аламыз. Бұның өзін бірнеше бөліктерге бөлеміз. Видеода қарай. Картошканың көлемінде қып турап алдық. Ірі көлемде. Қызып тұрған қазанымызға 150 граммдай майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін етті салып қуырамыз. Етіміз қуырылған соң пияз саламыз. Пияз салып, пиязды бір 2-3 минуттай қуырамыз. Араластырып. Енді болгар бұрышын салып араластырамыз. Бұны да бір 2-3 минут қуырып аламыз. Келесі қызанағымызды саламыз. Қызанағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қызанақтан кейін картопымызды саламыз. Картопымызды салып, жақсылап араластырамыз. Татымына қарай тұз, қызыл бұрыш, дәмдеуіштер қосамыз. Тұздалған ет болғандықтан мен тұзды аз қостым. Татымына қарай саласыздар. Он 15 минут қайнағаннан кейін әдемі қайнап жатыр. Үстіне асқабақты саламыз. Асқабақты салып, жақсылап араластырамыз. 15 минуттан кейін дайын болады. Қыздар, асымыз дайын. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Менің арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей үстін әсемдеп, осындай пиязбен, аскөкпен әсемдеп берсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Менің арнама жазылыңыздар, қазақша контентті қолдаңыздар.